Осы уақытқа дейін автосалонға барып кезекке тұрдыңыз ба? Бекер, счетный оплату алып қойсаңыз, жарамсыз. Банктен таныстау өтінімді жартылай рәсімдеп қойсаңыз, ол да керек емес қағаз болып қалды. Ассалаумағалейкум. 4% автонесиені алудың жаңа тәсілі жарияланды. Енді тек арнайы портал арқылы тіркеліп көлік аламыз. Автонесие.kz сайты алдағы дүйсенбі, яғни 6 ақпан таңғы 10:00-ден бастап жұмыс істейді. Дәл сол кезден бастап өтінім қабылданады. Ол үшін автонесие.kz сайтына кіріп электронды цифрлы қолтаңба арқылы авторизациядан өтесіз. Содан кейін өтінім беру бөлімінде жеке деректеріңізді толтырып, автоөндірушіні таңдау қажет. Сөйтіп, цифрлы қолтаңбаңыз арқылы өтінімге қол қоясыз. Осы жолы тура 761 адам өтінім бере алады. Мұндай сан қайдан шықты дейсіз ғой? Былтыр жаздан бері револьверлік жүйемен 7 миллиард 600 миллион теңге жиналған екен. Сәйкесінше осы айда Қазақстан бойынша 761 адам порталға тіркеле алады. Содан кейін ай сайын 100 адам ғана өтінім беруіне мүмкіндік бар. Порталға тіркелген адам міндетті түрде көлік алады. Яғни, егер менеджер ұсынған марка ұнамаса, өзіңіз таңдаған көлікті күтсеңіз болады. Автонесие.kz порталына тіркелгеннен кейін 60 күн ішінде автосалон сізге машина тауып беруге міндетті болмақ екен. Енді көлік алудың алгоритміне тоқталсақ. Порталға тіркелген соң автосалонға барасыз. Егер сіз ұнатқан көлік салонда болса, менеджер сізге төлем шотын береді. Счетный оплату ғой. Ол қағазды алып банкке барасыз. Әр қарай енді стандартты жүйе. Төлем қабілеттілігіңізді растайсыз, рұқсат алған соң рәсімдейсіз. Сөйтіп көлікке қол жеткізесіз. Бірақ мынаны ойлаңызшы, бүкіл Қазақстан бойынша ай сайын 100 адамға 4%-бен автонесие беру күлкілі ғой, е? Әр қарай өмір көрсетеді ағайын.